салалары бойынша бизнес жоспарлау үшін тақырып: ұйымдастырудың бизнес жоспары, бизнес жоспар дайындаудың түсінігі, мақсаты, мақсаттары және ерекшеліктері. Бизнес жоспар бұл ұсынылатын бизнестің қысқаша, нақты, қолжетімді және түсінікті сипаттамасы, көптеген түрлі жағдайларды қарастыру кезіндегі ең маңызды құрал. Ең перспективалы шешімдерді таңдауға және оларға қол жеткізу құралдарын анықтауға мүмкіндік береді. Бизнес жоспар бұл бизнесті басқаруға мүмкіндік беретін құжат, сондықтан оны стратегиялық жоспарлаудың ажырамас элементі ретінде және орындау мен бақылауға арналған нұсқаулық ретінде ұсынуға болады. Бизнес жоспарды жоспарлау процесінің өзі және ішкі басқару құралы ретінде қарастыру маңызды. Бизнес жоспар ұсынылған бизнестің табыстылығын сақтандыратын құжаттың бір түрі, сонымен бірге бизнес жоспар өздігінен білім алу құралы болып табылады. Бизнес жоспар құрудың негізгі мақсаты нарық қажеттіліктері мен қажетті ресурстарды алу мүмкіндіктеріне сәйкес кәсіпорынның шаруашылық қызметін жақын және ұзақ мерзімді кезеңдерге жоспарлау. Негізгі айқындаушы мақсатпен қатар, бизнес жоспарды құрастырушылар басқа мақсаттарды көрсетуі керек. 1. Әлеуметтік мақсаттар: тауарлар мен қызметтердің тапшылығын жою, экологиялық жағдайды жақсарту, елдегі психологиялық ахуалды жақсарту, жаңа рухани және мәдени құндылықтарды құру, ғылыми, техникалық және шығармашылық әлеуетті дамыту, іскерлік байланыстарды, халықаралық байланыстарды кеңейту. 2. Кәсіпкердің мәртебесін көтеру, кәсіпкердің экономикалық әлеуетін, оның ішінде өндірістік әлеуетін, қаржылық, техникалық және технологиялық, ғылыми, білім беру, сондай-ақ рухани әлеуетін дамыту және нығайту. Бұл кәсіпкердің атақ-даңқы, жақсы беделі, жоғары сапалы тауарлар мен қызметтердің кепілдігімен туындаған кейінгі табысты мәмілелер мүмкіндігінің шарты мен кепілі ретінде қызмет етеді. 3. Басқа, арнайы мақсаттар мен міндеттер, байланыстарды дамыту, шетелге сапарлары, әртүрлі бірлестіктерге кіру және тағы басқа. Немесе, мысалы, бірі болжанған нәтижелерге қол жеткізудің нақтылық дәрежесін түсіну. 2. Адамдардың белгілі бір тобына жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның жұмысын қайта ұйымдастырудың немесе жаңасын құрудың орындылығын дәлелдеу. 3. Компания қызметкерлерін жобада көрсетілген сапалық немесе сандық көрсеткіштерге қол жеткізу мүмкіндігіне сендіру және тағы басқа. Бизнес жоспардың негізгі бағыты стратегиялық мәселелерді шешу үшін қаржылық ресурстарды шоғырландыру болып табылады. Тағы басқа, ол кәсіпкерге компанияның жұмыс істеуіне байланысты келесі негізгі міндеттерді шешуге көмектесу үшін әзірленген. 1. Қызметтің нақты бағыттарын, келешегі бар нарықтарды және осы нарықтардағы компанияның орнын анықтау. 2. Жобаның әлеуетті рентабелділігін анықтау үшін өнімді өндіру және өткізу үшін қажетті шығындарды бағалауға, оларды тауар өткізілетін бағаларға сәйкестендіруге. 3. Компания персоналының және олардың жұмысын ынталандыру шарттарының қойылған мақсаттарға жету талаптарына сәйкестігін анықтау. 4. Кәсіпорынның материалдық қаржылық жағдайын талдау және материалдық және қаржылық ресурстардың алға қойылған мақсаттарға жетуге сәйкестігін анықтау. 5. Тәуекелдерді есептеу және бизнес жоспарды жүзеге асыруға кедергі келтіруі мүмкін қиындықтарды болжау. Қазіргі тәжірибеде бизнес жоспар 5 функцияны орындайды. Олардың біріншісі, оны бизнес стратегиясын әзірлеу үшін пайдалану мүмкіндігімен байланысты. Бұл функция кәсіпорынды құру кезінде, сондай-ақ қызметтің жаңа бағыттарын дамытуда өмірлік маңызды болып табылады. Екінші функция – жоспарлау. Ол қызметтің жаңа бағытын дамыту мүмкіндіктерін бағалауға, компания ішіндегі процестерді бақылауға мүмкіндік береді. Үшінші функция – қаражаттарды, несиелерді тартуға мүмкіндік береді. Қазіргі ресейлік жағдайларда несие ресурстарынсыз кез келген маңызды жобаны жүзеге асыру мүмкін емес дерлік, бірақ несие алу оңай емес. Басты себеп жоғары пайыздық мөлшерлеме мәселесі емес, жұмыс істемейтін несиелердің көбейі. Бұл жағдайда банктер қаражаттың қайтарылуын қамтамасыз ету үшін барлық шаралар кешенін қолданады. Олардың ішінде банктік кепілдіктер, нақты қамтамасыз ету және басқалар талаптарын атап өту керек.
Бірақ несие берудің шешуші факторы жақсы дамыған банктердің болуы болып табылады. Бизнес жоспар. Төртінші функция өндіріске өз капиталын немесе технологиясын салғысы келетін компанияның жоспарларын жүзеге асыруға әлеуетті серіктестерді тартуға мүмкіндік береді. Капиталмен, ресурстармен немесе технологиямен қамтамасыз ету мәселесін шешу компанияның белгілі бір кезеңдегі даму барысын көрсететін бизнес жоспар болған жағдайда ғана мүмкін болады. Бесінші функция. Бизнес жоспар құру процесіне барлық қызметкерлерді қатыстыра отырып, олардың алдағы әрекеттер туралы хабардарлығын арттыруға, күш-жігерді үйлестіруге және мақсаттарға жету үшін мотивация жасауға мүмкіндік береді. Бизнес жоспарды дайындау және тиімді пайдалану өте маңызды. Бұл жоспарды менеджер, басшы, фирмалар тобы немесе консалтингтік ұйым жасай алады. Ірі компанияның даму стратегиясын анықтау үшін егжей-тегжейлі бизнес жоспар жасалады. Көбінесе оны дайындау сатысында әлеуетті серіктестер мен инвесторлар анықталады. Бизнес жоспарлаудың уақыттық аспектісіне келетін болсақ, көптеген фирмалар жылға жоспар жасайды. Олар осы кезеңдегі компанияның әртүрлі қызметін егжей-тегжейлі қарастырады және одан әрі дамуын қысқаша сипаттайды. Кейбір фирмалар 5 жылға дейін жоспар жасайды. Ал аяғынан нық тұрған ірі компаниялар ғана 5 жылдан астам мерзімге жоспарлайды. Макро деңгейде жоспарлау стратегиясын анықтауда фирмаішілік функциялармен қатар бизнес жоспардың маңызы зор. Кәсіпорындардың ұзақ мерзімді бизнес жоспарларының жиынтығы экономиканы мемлекеттік реттеу шеңберінде ұлттық жоспарлау саясатын әзірлеуге негіз болатын ақпараттық базаны құрайды. Осылайша, бизнес жоспары инвесторларды іздеу кезінде компанияның сыртында да, оның ішінде де нарықтық жағдайды бағалауда көп қолданылады. Ол басқа фирманың акцияларын сатып алу немесе жаңа өндіріс құрылымын ұйымдастыру арқылы ірі кәсіпкерлерге бизнесін кеңейтуге көмектесе алады. Сонымен қатар жалпы ұлттық жоспарлау стратегиясын қалыптастыруға негіз болады. Нарықтық экономика жағдайында бизнес жоспарлардың көптеген нұсқалары нысаны, мазмұны, құрылымы және тағы басқа. Ең үлкен айырмашылықтар мақсатқа байланысты бизнес жоспарлардың өзгерістерінде байқалады. Бизнес бағыттары бойынша өнімдер, жұмыстар, қызметтер, техникалық шешімдер. Жалпы кәсіпорын бойынша жаңа немесе бұрыннан бар. Бизнес жоспар құрудың екі негізгі тәсілі бар. Біріншісі, жобаның бастамашылары өздері бизнес жоспар жасап, мамандардан, атап айтқанда әлеуетті инвесторлардан әдістемелік ұсыныстар алады. Шетелдік тәжірибеге сүйенсек, бұл тәсіл қолайлырақ. Оны құруға бизнес жоспарда баяндалған концепциялардың авторларынан басқа несие нарығының ерекшеліктерін, бос капиталдың болуын, осы бизнестің тәуекелін білетін қаржыгерлер белсенді қатысады. Екінші тәсілде бизнес жоспардың бастамашылары оны өздері әзірлемейді, тапсырыс беруші ретінде әрекет етеді. Бизнес жоспарды әзірлеушілер маркетингті қызмет саласында маманданған фирмалар, авторлар топтары, жеке авторлар болып табылады. Қажет болған жағдайда консалтингтік фирмалар мен сарапшылар тартылады. Шетелдік тәжірибеде бизнес жоспарларды әзірлеу кәсіпорын басшысының міндетті түрде қатысуымен жүзеге асырылатыны қабылданған. Көптеген шетелдік банктер мен инвестициялық қорлар бұл шарт орындалмаған жағдайда қаражат алуға өтінімдерді қараудан бас тартады. Кез келген жағдайда бизнес жоспарды құру әдістеріне қарамастан, оны әзірлеу процесінде мүдделі тараптардың мүдделері мен шарттары өзара ескерілуге және келісуге жатады. Бірден, мүддесі жобаны іске асыру және кіріс алу болып табылатын тәуелсіз инвестор немесе қарыз капиталын пайдаланатын бизнес жоспарға тапсырыс беруші. 2. Мүддесі инвестицияланған қаражатты қайтару және дивидендтер алу болып табылатын инвестор. 3. Мүддесі тауарларға деген қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылатын өнімді пайдаланатын тұтынушылар. 4. Негізгі мақсаты қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылатын кәсіпкерлікті дамытудың қажеттіліктері мен басымдықтарын айқындайтын органдар. Бизнес жоспар фирманың ішінде де, оның сыртында да келешек жағдайды бағалайды. Менеджменттің акционерлік меншік жағдайында шарлауы әсіресе қажет. Өйткені компания басшылары пайданы жинақтау және оның бір бөлігін акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлу туралы шешімді бизнес жоспардың көмегімен қабылдайды.
Бұл жоспар кәсіпорынның ұйымдық өндірістік құрылымын жетілдіру және дамыту шараларын негіздеу үшін, атап айтқанда, басқаруды орталықтандыру деңгейін және қызметкерлердің жауапкершілігін негіздеу үшін қолданылады. Айта кету керек, бұл жоспар, әдетте, серіктес фирмалардың қызметін үйлестіруге белсенді түрде көмектеседі. Кооперациямен байланысты фирмалар топтарының дамуын бірлесіп жоспарлауды және бірдей немесе бірін толықтыратын өнімдерді өндіруді ұйымдастыруға көмектеседі. Бұл жағдайда серіктес фирмалар бірлескен қаржыландыруды қамтамасыз етеді. Әртүрлі ұйымдардың бизнес жоспарларын әзірлеуде белгілі бір ерекшеліктер бар. Мысалы, бір нүктелі және көп нүктелі ұйымдар үшін бір тармақты ұйым деп бір кәсіпорыннан тұратын ұйым заңды тұлға түсініледі. Тиісінше, екі немесе одан да көп кәсіпорындардан тұратын ұйым көп нүктелі болады. Мұндай ұйымның қызметін жоспарлауда алдымен әрбір кәсіпорынға жоспарлар жасалады. Содан кейін бұл жоспарлар бір бизнес жоспарға дейін қысқарады. Егер бизнес бірінші рет басталса, онда жоспарға тек есептелген көрсеткіштер енгізіледі. Сыртқы қаржыландыруды қажет ететін ірі инвестициялық жобасы бар ұйымдар үшін бизнес жоспардың ең күрделі түрі болып табылады. Мұнда бірінші орында инвестициялық жобаны сипаттайтын көрсеткіштер алады. Содан кейін инвестициялық жобаға қатысты бизнес жоспардың әдеттегі бөлімдері көрсетіледі. Әр тараптандырылған ұйымдардың ерекшелігі қызметтің бірнеше түрін бағытталған жүзеге асыру болып табылады. Бұл осындай ұйымдардың бизнес жоспарларында көрсетілуі керек. Көбінесе көп салалы ұйымдарда белгілі бір қызмет түрлері арнайы бөлімшелерде, филиалдарда, шаруашылық бөлімшелерде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайларда ұйым көп нүкте ретінде әрекет етеді және бизнес жоспар соған сәйкес жасалады. Өндірістік емес ұйымдар үшін бизнес жоспар егжей, тегжейлі өндірістік жоспардың орнына ұсынылатын қызметтердің, жұмыстардың жоспарланған тізбесі қысқаша көрсетілгенімен ерекшеленеді. Мұнда бірінші орында қызмет көрсету, жұмыстарды орындау, шарттарын қамту, лицензиялардың, рұқсаттардың, сертификаттардың болуы, тұтынушылардың құқықтарын қамтамасыз ету. Өндірістік емес ұйымның бизнес жоспарында өндірістік жоспардың орнына алдағы кезеңде бизнесті жүргізуге қажетті қаражаттарды, құрылыстарды және ресурстарды, сондай-ақ материалдарға, жұмыс күшіне қажеттілікті болжайтын операциялық жоспар әзірленеді. Коммуникациялар және тағы басқа. Жоспардың қалған бөлімдері өндірістік ұйымдардың жоспарларына ұқсас әзірленген.